Ассалаумағалейкум достар, бүгін мен сіздерге әр мұсылман білуі тиіс мәселелерді айтатын боламын. Видео басталмас бұрын каналға тіркеліп, лайк бас, комментарий жазуды ұмытпа. Көбісі мен каналыма тіркелмей қарайды екен, сол үшін каналға тіркеліп кетуіңізді сұраймын. Алла разы болсын саған. Ал бастайық. Бірінші сұрақ, ол бізде Раббың кім? Алла тағала. Екінші сұрақ, дінің не? Ислам. Үшінші сұрақ, кітабың не? Құран кәрім. Құбылаң қай жер? Қағба немесе Мекке қаласы? Мұсылмансың ба? Әлхамдулиллах, мұсылманмын деп жауап беру керек. Қашаннан бері мұсылмансың? Әл-Мисақтан бері мұсылманмын. Әл-Мисақ дегеніміз не? Адам баласы рухтардың бұл дүние тіршілігінен бұрын рухтар әлемінде Алланың құдіретін танып, оған қайтып келетін туралы ант берген кезең. Келесі сұрақ. Мұсылмандығының дәлелі қайсы? Жауап. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мұхаммадан абдуху ва расулух. Алладан басқа тәңір жоқ екендігіне, Мұхаммед оның құлы әр елшісі екендігіне куәлік етемін. Келесі сұрақ. Кімнің ұрпағысың? Жауап. Адам атаның ұрпағымын. Сұрақ. Кімнің үмбетісің? Жауап. Мұхаммед пайғамбардың саллаллаху алейхи вассалам үмбетімін. Сұрақ. Пайғамбардың кім? Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам. Сұрақ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қай жерде туылған? Мекке қаласында. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қай жылы туылған? 571 жылы 20 сәуірде. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам ай-қамари санау бойынша қай күні туылған? Рабиул аувал айының 12-сі дүйсенбі күні. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам исламға дейін халық арасында танылған сипаты қайсысы? Мұхаммадул амин, яғни сенімді Мұхаммед деген мағынаны білдіреді. Келесі сұрақ. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам ең көп аталатын есімдері қандай? Ахмет, Махмуд, Мұхаммед және Мұстафа. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам әкесінің есімі кім? Абдулла. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам анасының есімі кім? Амина. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам сүт анасының есімі кім? Халима. Келесі сұрақ. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам атасы кім? Жауап. Әбдімүтәліп. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам сүт бауырлары кімдер? Жауап. Шайма, Умайса және де Абдулла. Ассалаумағалейкум достар, осы кітапты қайдан сатып аламын десеңіздер, бұны діни заттар сататын жерден сатып аласыздар. Ол мешіттің жанында да тұруы мүмкін. Бұның сыртында исламдағы таңдау 100 сұрақ деп тұр. Бағасы кемінде 1000 немесе 700 теңгеде тұруы мүмкін. Кез келген сұрақтарыңызды осы жерден іздесеңіздер болады.